ел аралық шалқар 2 газеті негізі 1976 жылдан бері шығып береді. Алғаш біздің отан деген атпен, одан кейін шалқар болды, 2000 жылдан бері шалқар 2 деген атпен шығады. Шалқар 2 газеті бұл Қазақстандағы төте жазумен, араб жазумен шығатын жалғыз басылым есептеледі. Бұл араб жазуы болғанда Ахмет Байтұрсынов жасап кеткен. Негізінен диаспора, одан кейін осында келіп жатқан біздің қандастарымыз, отандастарымыздың өмірі, этнографиясы, тарихы, науқасаттың бар әлемде тарих, әдебиет, мәдениет, осы тақырыптарды қамтиды. Алғыс хаттар, дипломдармен марапатталдық. Оның ішінде айтатын болсам, 2006 жылы журналистер одағының дипломына ие болдық, Қазақстан журналистер одағының. Одан кейін барып, өткен жылы 2007 жылы журналистер күні қарсаңында президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатына ие болдық. Газетімізде жазылу Қазпочта арқылы жүзеге асырылады. Республиканың барлық почталарында жазыстырып алуға болады. Мақтанғанымыз емес, біздің газетті бір оқыған кісі іздеп жүріп оқитындай жағдайда, себебі керек дүниелерді, рухани азық алатындай мол материалдарды алуға мүмкіндіктері бар.